Сәлем достар, бүгін біз тұтығу туралы немесе кекешен деп те айтады, осы туралы толығымен талқылайтын боламыз. Қазіргі таңда тұтығу өте көп кездеседі. Өздеріңіз білесіздер, тұтығу бұл баланың психологиясына, дамуына, тәрбиесіне, ортамен қарым-қатынасына қатты әсер етеді. Тұтығу дегеніміз, анықтама беруге кетейік, бұл артикуляцияға апаратын, яғни еріннің, тілдің, жұтқыншақтың, тыныс алуға қатысатын бұлшықеттердің тырысу салдарынан пайда болады. Тұтығу 2 мен 5 жас аралығында балаларда өте жиі кездеседі. Негізі жер бетіндегі балалардың 5 пен 10% аралығында тұтығатын болса, ал ересектерде 1% тұтығып жатады. Негізгі себептері бұның өте көп. Қазір соның ең маңызды біріншісі бұл генетика. Генетика өте маңызды рөл атқарады. Мысалы, әкесінде, қандай да бір үлкен ағасында, атасында деген сияқты тұтығу болатын болса, балада тұтығу пайда болу мүмкіндігі өте жоғары. Екінші себеп стресс. Балада қандай да бір стресс болған жағдайда, қандай да бір неден қорыққан жағдайда, мысалы кейде болады, бір істеп алғанда, бүткенде деп сөйтіп айтады, содан кейін тұтығу пайда болды деп. Осындай жағдайларда пайда болады. Тағы бір жағдай бұл отбасылық жағдайы, яғни балада отбасында екі тілді сөйлейтін адам болса, немесе баланың отбасында қатал түрде тәрбие болатын болса, және баланы көптеген қосымшаларға беріп, балаға өте көп миына жүктеме салған жағдайда, сондай кездерде болып жатады. Ата-ана арасындағы ұрыс-керіс кезінде пайда болады. Және де тағы бір себеп бұл еліктеушілік ортасы. Яғни баланың достар аралығында тұтығып сөйлейтін адамдар болатын болса, бала соған қарап еліктеп те сөйлеп кетуі мүмкін тұтығып. Бұл себептердің негізгі түрлері. Және де тұтығудың белгісі байқалған кезде, яғни тұтығып бала бастайды ғой, мысалы, сөйлегенде қандай да бір әріптерді қайталап, буындарды қайталап, дыбыстарды қайталап, кейде сөздердің аралығында кідіріс жасап, мысалы, сондай кездерде белгісі байқала бастаған кезде баланы бірден көңіл аударып емдеу керек. Егер ата-ана осындай кезде салғырт қарап, баламен дұрыс жұмыс жасамаса, бұл одан ары қарай күрделі түрге ауысып кетуі мүмкін. Кейде осы белгілермен қосымша тағы да балада тұтыққан кезінде, мысалы, көзін жыпылықтату сияқты, қолын айналдырып жатады, мысалы, басын шалқалақтап жатады. Осындай негізгі қимыл әрекеттермен қосылып жатады. Бірақ бұл тұтығудың белгісі, мысалы, бұл нақты бір белгімен жүрмейді. Кейде бала сөзді бөліп айтатын болса, екінші кейде ол ауысып, баланың сөзі созып айтуына келуі мүмкін. Мысалы, сондай бір жағдайлар болып жатады. Кейде бала көзін жыпылықтатса, енді бірде бала қолын айналдырып жатады. Сол сияқты ол нақты бір белгімен ғана шектелмейді, ол араласып та келіп жатады. Тұтығудың өзі үш түрлі дәрежесі бар. Оның біріншісі жеңіл дәрежесі. Жеңіл дәрежесі кезінде бала, мысалы, қандай да бір балада андай толқығанда, қандай да бір сөз сөйлейтіннің алдында тұтығуы мүмкін. Бұл жеңіл дәрежесі, ал басқа жерде қалыпты. Ал екінші орташа дәрежесінде бала өзінің таныс ортасында жақсы сөйлейді, бірақ бөтен ортаға барған кезде тұтығып бастайды. Ал үшінші дәрежесі ауыр түрі, бұл бала барлық жерде тұтығып сөйлейтін болады. Осындай 3 дәрежесі бар. Енді тұтығатын баланы тексеріс жүргізген кезде, бұл кезде комплексті түрде тексеріс жүргізу керек. Тек қана логопедке ғана апарып, бұл тақырыпты жабастауға болмайды. Яғни бұнда медициналық тексеріс керек, психоневролог керек, невропатолог керек. Өйткені ол миында қандай да бір зақымдану бар ма, жоқ па? Өйткені тұтығудың тағы бір себептерінің бірі осы мидағы зақымдану, инфекция салдарынан да болуы мүмкін. Соны анықтау мақсатында бізге медициналық көмек керек. Екінші, логопедтік тексеріс. Логопедтік тексеріс кезінде логопед тұтығудың себебін, отбасындағы жағдайын, бала алғаш қашан сөйледі, қашаннан бастап тұтыға бастады. Және де тұтығу кезінде баланың реакциясы қандай, ол ортасына қысыла ма, жоқ әлде оған елемей жүре бере ма. Осының бәрі логопедтік тексеріс арқылы анықтайды. Оны түзету де комплексті түрде жүреді, яғни сіз тек қана логопедке барып, одан жаттығулар ғана жасатып, олай емдеуге келмейді тұтығуды. Өйткені бұл жерде медициналық көмек керек. Мысалы, балада қандай да бір басқа қосымша аурулар болатын болса, аутизм деген сияқты, сол сияқты аурулар болатын болса, бала немесе депрессияға түскен жағдайда антидепрессанттармен бірге солай комплексті түрде ем жүргізіледі.
Бірақ тұтығудың нақты өзінің бір емі жоқ. Нақты оған бір ешқандай емі жоқ болғанда андай дәрі-дәрмекпен емделмейді бұны. Мысалы, қосымша басқа аурулар болса, негізгі емнің бағыты сол қосымша ауруларға жүргізіледі. Және де психологиялық, яғни балаға үнемі поддержка керек. Сен жақсы сөйлеп кетесің, бұл неден өтеміз деген сияқты жақындарының поддержкасы өте маңызды. Тек қана сен емес, бұндай жағдай сенде ғана емес, басқа да балаларда бар. Онда тұрған ештеңе жоқ, асықпай сөйле, жайлап сөйле деген сияқты психологиялық жағынан да бәрін жеңесің, жақсы болады деген сияқты психологиялық жағынан да көмек керек. Және логопедтік көмек керек. Логопедтік көмекте балаға арнайтын салу жаттығулар және де осындай логопедтік жаттығулар жасалынады. Ол жерде 8-9 ай бойы жүргізілуі мүмкін логопедтік жаттығулар. Және де бұндай кезде балаға өте маңызды бұл режим, яғни түнгі ұйқының дұрыс болуы. Өйткені осылай тұтқатын балалардың көбі ашуланшақ, гиперактивный, сондай мазасыз, жылауық, эмоциональный болып келеді. Өйткені ол баланың психологиясына әсер етеді. Сондай кезде балаға түнгі ұйқы, яғни 9-10 сағаттық тіпті түнгі ұйқы керек, күндіз 1 сағаттық ұйқы керек. Өйткені бұл ұйқы баланың бұлшықеттерінің босаңсуына көмектеседі және де патологиялық рефлекстердің пайда болуын баяулатады. Және режим сақтаған кезде баланың мысалы тамақтану режимі, оны да қатты көңіл бөлу керек. Баланы мүмкін болса бассейнге сондай қосымшаға беру керек. Және тағы бір көмегі бұл балаға, мысалы бала сөйлеп бастайды ғой, тұтығып бастаған кезде баланың сөзін бөліп баланы түзетуге болмайды. Сабыр сақтап, ата-ана баланы соңына дейін тыңдау керек. Негізі тұтығу кезінде логопедтің жұмысына қарағанда ата-ананың рөлі өте басым болады балаға. Өйткені бала логопедтің қасында өзін ыңғайсыз сезініп, дұрыс ашыла алмауы мүмкін. Ал ата-анасының қасында ол өзін еркін сезінетіндіктен балаға ата-ананың көмегі өте үлкен. Ата-ана не істейді? Ата-ана балаға сөйлеуді асықпай, буын-буынға бөліп сөйлеп үйретеді. Ырғақты, ритмді түрде. Мысалы, метроном әдіс деген бар. Телефоныңыздың қосымшасына да жазсаңыз болады, метроном деп жазсаңыз шығады. Осы метроном әдісі арқылы біз ырғақты түрде сөйлеуді үйретуге болады балаға. Метрономда мысалы 102-ден бастап 180-ге дейін қоюға болады. Бірақ 102-ден басталады балаға ырғақты сөйлеуді үйреткен кезде. 102-ні өзін бір 2-3 ай бала үйрену керек. Асықпай, ырғақты түрде буын-буынға бөліп сөйлеп үйренеді. Одан кейін ақырындап оның жиілігін 120-ға көбейтесіз. Солай метроном әдісі арқылы баланы сөйлеуіне көмектесуге болады. Баланы ешқашан түзетпеңіз. Баланы басқа туыстардың алдында оны кемсітпеңіз. Басқа балалармен салыстырмаңыз. Бұл баланың психологиясына өте қатты әсер етеді. Егер де мысалы сіз баланың психологиялық жағынан әлсіреуін байқайтын болсаңыз, онда міндетті түрде сізге психолог немесе психотерапевт керек болады. Және баланың қоршаған ортасына көңіл бөліңіз. Баланың тұтығып сөйлейтін балалармен араласпағанына көңіл бөліңіз. Осылай және ата-ана арасында қарым-қатынасқа да қарау керек. Яғни ата-ана баламен ата-ана отбасындағы ұрыс жанжалдың болмауы, осының бәріне көңіл бөлу керек. Баланы мүмкін болса тыныш жерде, қоршаған ортадан алысырақ ұстап, солай ең құрыманда бір жарты жылдай солай баланы ұстау керек. Және үндемеу деген режим бар, немесе сыбырлап сөйлеу деген режим бар. Үндемей 10 күн үндемейді, сосын бір 3-4 күн баламен қалыпты сөйлеседі. Үндемегенде ол бір 10 минуттан 40 минутқа дейін ғана баланың сөйлемеуіне көңіл бөлу керек. Сол кезде бұл патологиялық рефлекстердің жойылуына көмектеседі. Және де балаға тыныш жағдай керек, отбасында жағдайды реттеу керек, асықпай сөйлеуді үйрету керек. Және де психологиялық өзгеріс болатын болса, онда дәрігерге міндетті түрде көрсеткендеріңіз дұрыс.